44-ші бет 118-ші есеп. Ойлаған сан 4 есе арттырылды. Шыққан көбейтіндінің мәні 128-ге кемітіліп, нәтижені 13 санына көбейткенде 52 саны шықты. Ойлаған санды табыңдар. Яғни басында бізге бір белгісіз сан берілді. Оны әзірше сұрақ белгісімен белгілеймін. Осы санға бірнеше түрлі операциялар жасап, соңында 52 саны шыққан екен. Бірінші ол санды 4-ке көбейткен екен. Көбейтіндінің мәнінен 128 азайтылған. 128 азайтылғаннан кейін нәтижені, осыдан шыққан нәтижесін 13-ке көбейткен. Міне біздер көбейту 13 деп жазамыз. Бірақ 13-ке көбейтілген кезде ол тек қана 128 ғана емес, осыған дейінгі орындалған амалдардың бәрін 13-ке көбейткен екен. Сондықтан біздер осыған дейінгі орындалған амалдарды жақшаға аламыз. Келесіне қандай амал орындалады? Осыдан кейін тең болады, соңында осының жауабы 52 болып шыққан. Енді бізге берілген сұрақ. Осындай амалдардың бәрін орындап келіп, соңында 52 шығатын болса, ең бастапқы белгісіз санымыз қандай болған екен? Бізге сол санды табу керек. Ол санды табу үшін бізге мына жерге қарап отырсақ, бізге мынандай теңдеу шығады екен. Бұл А дегеніміз сұрақ белгісінің орнына біздер ол сұрақ белгісіз санды А деп белгілеп қойдық қазірше. Бұл есепті шығарудың екі түрлі тәсілі бар. Біріншісі ол жақшаны ашып, айнымалыларды, белгілерді бір жаққа, белгісіздерді екінші жаққа жинау болады. Ал екіншісі теңдеудің екі жағында бірдей санға бөліп, жеңілірек теңдеуді шешу. Бірінші шешімін қарау керек. Біздер жақшаны ашатын болсақ, бірінші 4-аны 13-ке көбейтеміз, және 128-ті 13-ке көбейтеміз. Бұл тең болады 52 болады. Одан кейін 52А 4-ті 13-ке көбейткенде 52 болады. Сондықтан 52А азайтылған 128 көбейтілген 13-іміз ол 1664 болады екен. Сондықтан 52А азайтылған 1664 теңдіктің сол жағында тең болады 52 болады екен. Енді белгілерді бір жаққа, белгісіздерді бір жаққа жинайық. Бізде белгісіз қандай? Ол 52А. Ал белгілілер ол 1664 пен 52. Сондықтан 1664 мына теңдіктің сол жағында азайту санымен белгісімен келгендіктен, теңдіктің оң жағына барған кезде ол қосылу санымен барады. Сондықтан 52 қосылған теңдіктің оң жағында 52 қосылған 1664 болады. Ал теңдіктің сол жағында 52А болады. Одан кейін 52А тең болады 1716 шығады екен. Одан А дегеніміз 1716-ны 52-ке бөлсек шығатын жауабы. Яғни 33-ке таға 33-ке тең болады. Келесі екінші тәсіл. Екінші тәсіл бұл берілген теңдіктің екі жағында 13-ке бөліп жіберу. Өйткені теңдіктің сол жағы бұл толықтай 13-ке көбейтіліп тұр. Ал теңдіктің оң жағы бұл 52 деген сан. Ал 52 дегеніміз бұл 4 көбейтілген 13. Теңдіктің екі жағында 13-ке бөліп жіберетін болсақ, сол жағында 4 көбейтілген А азайтылған 128, ал оң жағында тең болады 4 болады. Енді белгілерді бір жаққа, белгісіздерді екінші жаққа жинайтын болсақ, 4А тең болады 4 қосылған 128. Теңдіктің сол жағында 128 минус таңбасымен келгендіктен, оң жағына барған кезде ол қосындыға айналып кетеді. Бізде бұдан шығатыны 4А тең болады 132, ал А-ның мәні 132 бөлінген 4, яғни А тең болады 33 шығады екен. Қайтадан жаңағы бірінші тәсілде шыққандай, екеуінде де бірдей сан шығады 33. Енді бұны тексеру үшін алғашқы басында шыққан өрнекке салып көрейік. А-ның орнына 33-ті салып көрейік. 4 көбейтілген А, яғни
төрт көбейтілген 33 азайтылған 128 көбейтілген 13 тең болады 4 көбейтілген 13 яғни 52.